Сосын мүминдер, естеріңізде болсын, мүминдер ешқашан идеал боламайды. Ешқашан идеал боламайды. Идеалды ешқашан іздемеңдер араларыңызда. Ол тек пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың сақтауымен сақталған. Алланың баптауымен бапталған осы ұлы іс үшін. Өте биік дәрежеде. Ал енді бір-бірлеріңнен идеал іздемеңдер. Қателігімен бірге мойында қасында адамды. Шанс бер оған адам болуға, пенде болуға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты ғой, егерде жердің бетіндегілердің бәрі күнәсіз адамға айналатын болса, яғни идеалдарға, онда олардың міндеті аяқталды дейді. Жердің бетіне сыпыра саламыз да, қателік күнә жасайтындарды әкелем дейді. Негізгі мақсат сол дейді, адамзатты жаратуда. Алайда күнә қателігіне кешірім сұрап отқан адамға не жетсін? Алламен жолығатын күнді тілеп, кешірім сұрап, көзінен жас ағып, көрмеген бұл ақыретте де, қиямет сағаты да, жаңағы махшарды да ешкім көрген емес. Осындай ләззаттарда, осындай рухани күйлі бүгін өзімізге өзіміз жасамасақ, Алла мүмкіндікті молынан беріп жатыр да, күндізді де, түнді де беріп жатыр. Міне бұл аяттар осындай сілкіністерді әкеледі. Біз осы дүниеде сілкіну керекпіз. Ертең Алла тағала қиямет күні бізді сілкімесі үшін. Кәпірлерді сілкігендей. Сөйтіп сот болатын уақытқа дейін Алла тағала оларды тастап қояды. Кейін сот болатын уақытта адамдардың көкейіне салады Алла тағала. Махшардағы тұрыстың мерзімі аяқталуға жақындайды. Сөйтіп адамдардың күллісі жиналып, адам пайғамбарға барады. Уа адам, сен күлліміздің атамызсың. Сөйтіп оның күллі артықшылықтарын айтып, бәрінде білім бар, қараңыз болғаны. Кәпір жоқ, олайша айтқанда. Бірақ ол күнгі мойындағандардың имандары еш қабыл етілмейді. Күллісі адамға барып, енді сен Раббыңа қарай шық. Жалбарын, шақыр Раббыңды. Біздің жағдайымызды айт. Сөйтіп Адам алейхиссалам, өзіңіз ойлаңыз. Бізге шапағат қыл, бізге болыс. Мен бұл істің иесі емеспін дейді. Қараңыз, қандай адам кейде бір тұлғамен байланса, байланған тұлған қияметте менен әрі кет деп тұрса, қалай болады екен жағдайың? Бұл хадис қазір көрсетеді кіммен байлану керек екеніңді. Нұхқа барыңдар. Нұх бәлкім соның иесі дейді. Бұл құқықта, бұл құқық мақамы Махмуд деп аталады. Мақтаулы орын. Ол тек бір адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, ол тек бір ғана адам. Еш мақтанбаймын, бірақ Раббым солай қалады дейді. Сөйтіп олар Нұхқа барады. Нұхтың күллі еңбегін, қызметін, жақсылықтарын бәрін сол жерде атап, Раббыңа қарай шық, жалын сұра, бізге болыс, шапағатшы бол. Мен бұл іске жарамаймын дейді. Сендер Ибрахимге барыңдар деп. Олар Ибрахимге беріліп, Ибрахимнің дәрежелерін атап. Ибрахим да айтады, мен бұл істің иесі емеспін. Мұсаға барыңдар дейді. Шешсе Мұса шешеді, ол Раббысы онымен сөйлескен дейді. Сөйтіп Мұсаға пайғамбарға келген кезде, Мұса да айтады, мен бұл істің иесі емеспін деп. Исаға жібереді. Әрбір пайғамбар қарапайымдылық танытып, өзінің өмірдегі бір қателігін айтып тұрады. Исаға келгенде Исаның бойында ешқандай қателік айтылмайды, Алланың сөзі ғой. Сондықтан Иса да айтады, мен бұл істің иесі емеспін, Мұхаммедке барыңдар деп. Күллі әлемдер
соңғы пайғамбардың қасына келеді. Ол жүрістің өзі ол күнгі өте тығыз жүріс. Анау қысылған жер. Жағдай өте қиын. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, екі аяқ сиятын бір орын ғана қалады дейді махшарда. Сосын адамзаттың барлығы маған келген кезде, Раббым көкейіме салады да мен бұл дәреженің иесі менмін деп айтам дейді. Сөйтіп мен барып жаңағы орынға Раббымыздың аршысының астына құлаймын дейді. Сөйтіп сәждеде жатамын. Алла көкейіме бұл дүниеде салып көрмеген мақтау сөздерін сол жерде салады дейді. Ойлаңыз. Мен оны дүниеде ешқашан айтып көрген емеспін дейді ол мақтау сөздер. Біз мысалы альхамдулилля деген сөздерді білеміз. Алла Тағала көкейіме сондай өзін дәріптейтін, мақтайтын сөздерді салады. Ол сөздермен мен Раббыма дүние тіршілігінде шығып көрген емеспін дейді. Сөйтіп, осы жер, осы сәт, осы жерде мынау аятқа назар аударыңыздар міне. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Келді Раббың. Және де періштелер сап-сап бол. Бұл кәпірлердің осы дүниеде айтқан бір сөздері бар еді. Фурқан сүресінде. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Әлгі бізбен жолығуды тілемейтіндер бұлай деді ғой, о пайғамбар саған. لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ. Неліктен біздерге періштелер түспейді? Соның жауабы ретінде. أَوْ نَرَى رَبَّنَا. Немесе Раббымызды да көрсек болар еді. Сол себептен Алла Тағала пәрменді көрсетіп жатыр. Келді Раббың, және күллі періштелер сап-сап болып. Сондықтан бұл сөзге түрлі дұрыс тәуиллер беріледі ғұламалар тарапынан. Мысалы біздің қазір жаңағы қолданатынымыз мұндай жерде соның біреуі. Алланың көрінуі. Алланың көрінуі деген кезде де ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Миғражға барған кезде, Миғраждан барған кезде Сидратул Мунтаханы білесіздер. Алланың нұры төгіліп сол жерге. Ана нұрдан ана ағаш одан сайын әсемделген кезде пайғамбарымыздың дүнияуи тілі жетпеген суреттеуге тек қана екі-ақ сөз қана айтылған. Из яхша сидрата ма яхша. Сидра ағашын бүркеген нәрсе бүркеді. Бұл дүниенің тілі әдебиеті жетпейді. Сондықтан сол Миғраж оқиғасына келген Абу Зар сұраған пайғамбарымыздан, я Аллахтың елшісі, Раббыңызды көрдіңіз бе деп. Нұр ғой. Қалайша көре алайын? Жарық бөгеді мені. Оны көре алмадым дейді. Енді ол жарық не деп пайғамбарымыздан сұрасақ, басқа бір хадисінде айтады. Хиджабуху ан-нур. Оны күллі жаратылыстардан перделеп тұрған перде. Перденің өзі нұр дейді. Перде. Егер де Алла ол пердені ашатын болса, оның назары жеткен жерге дейін дидарының күллі нұры еш нәрсені қаламай өртеп жібереді дейді.
Естеріңізде Мұса пайғамбардың оқиғасы. Раббым, көрінші маған, қарайыншы саған деген Мұсаның дұғасы. Бұл нәрсенің шын мәнінде жүзеге асатыны, бірақ дүниеде жүзеге аса алмайтыны. Ей Мұса, сен мені ешқашан көре алмайсың бұл дүниеде. Алайда тауға қарашы, егер ол орнында тұралса, онда көре аласың дегендей. Міне, тау орнында тұра алмады. Жағалаху дакка, жаңағы жер сілкінген кезде дегендей, Алла Тағала ол тауға сәл ғана нұрын елестеткен кезде тау күл талқан болып, құмға айналып жермен тегіс бірдей болып Мұса есінен танып құлаған. Сол секілді бұл жерде көріну. Өйткені күллі әлемдер оның уысындағы нәрселер. Бұл көріну деген нәрсе, бұл нұр деген нәрсені қозғап отқан себебіміз, өйткені біз Зумар сүресіндегі аятпен жалғаймыз бұны. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрады: шапағат қыла көр мені. Сол сұрап атқан кезде «Ва ашрақатил араду би нури роббиха» деген Зумар сүресінде аят бар. Мынау аятта періштелер сап-сап келген кезде, осы жерге бір назар аударыңыз. Алланың нұрынан алдын. Жаңағы күннің тұрғанын елестетіңіз, ұмытпаңыз. Періштелер келеді. Дүние аспанының періштелерін күллі адамзатты қоршап сап құрады. Дүние аспанының періштелерінің саны жер бетіндегі жын мен адамды қосқаннан 2 есе көп. Ал періштелер келді, не болады екен? Неге біздерге періштелер түспеді деді ғой. Яума ярунал малаиката ла бушра яума изин лил мужрибин. Періштелерді көретін күндері Алланың тәртібін бұзғандарға ешқандай қуаныш болмайды. Қайта ол кәпірлер бұлай деп айтады: хижран махшура, аулақ кетіңдер бізден деген нәрселер жасайды. Одан періштелер аулақ кетпейді. Олар тек Алланың әмірін күтіп тұрғандар. 2-ші қабат аспан жарылады, өзіңіз ойлаңыз. Әр жерінен жарылып періштелер, есіктер пайда болады деген аяттар өздеріңізде естеріңізде. 2-ші дүние аспанның періштелерінің саны жаңағы жер бетінде, махшар жерінде тұрған жындар мен адамдардың санына дүние аспанның періштелерінің қосқанынан 2 есе. Мәне Алла көрсетеді әскерін. Оның әскерінің санын өзінен басқа ешкім білмейді. 7 қабат аспанның күллі періштелері түседі. Ва яхмилу арша роббика яума изин самания. Сондай-ақ сол күні Раббыңның аршысын 8 періште көтереді. Не 8 сап періште, Алла өзі біледі. Сосын Алланың нұрымен күнді Алла Тағала алып, бүктеп жаһаннамның ішіне тастайды. Қызмет аяқталды. Күн тозақтың ішіне азапталу үшін түспейді. Күн өзі бір, екеуінің өзі құрамы бір. Көрмедіңіз бе оның мәңгі жанып тұрған, Алла өшіргенде ғана өшкелі тұрғанын? Алла Тағала күнді бүктеп, сөндіріп лақтырады. Сөйтіп ол жаһаннамның ішінде өзіне табынғандарды азаптайды. Енді Алланың жарығы, жаңағы хижаб, перде, нұр. Ва ашрақатил араду би нури роббиха. Адамдардың күллісі махшарда жиналып, періштелер сап-сап болып жиналғаннан кейін Раббыңның нұрымен махшар жері жарқ етеді. Бұл мұъминдерге өте керемет сезім болады. Мұъминдер сезеді, біз осы дүниеде де жүрекпен, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға
Абдулла ибн Аббас сұрағанда, я Аллахтың елшісі, Раббыңызды көрдіңіз бе дегенде, жүрегіммен көрдім деген. Сол секілді мүминдер жүректерімен көреді. Бұл өте керемет. Оларға Алла Тағала ерекше бір сезім сыйлайды иманның. Кәпірлер бүркеледі, оларға бұйырмайды. Олар енді сол осы дүниеде қараңғылықтардан шықпағандар үшін қараңғылықтардан басқа түк жоқ оларға. Олар ол күні Раббыларын көре алмай бүркеледі дейді. Сонда Алла Тағаланың жаңағы нұрымен махшар жері жарқ етіп, дәл осы сәтте Алланы көру деген нәрсе әлі жүзеге асқан жоқ. Алланың көрінуі туралы айтып жатыр. Яғни нұрының махшар жеріне қарай Алла Тағала өткендегі Миғраж сүресіндегі сидра ағашына нұрын түсіргені секілді махшарға нұрын түсіреді. Сонымен жарық болады. وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ және де وَوُضِعَ الْكِتَابُ және де кітап қойылады. Періштелер күллі кітаптарда келеді. Күллі адам баласының кітаптары. Бір нәрсе қалмай жазылған, таратылу керек ана кітаптар. Қорқыныштың қорқынышы осы сәтте таразылар әкеліп жатыр. Кітап қойылып жатыр. Сот басталайын деп жатыр. Барлығы қатар-қатарға қойылып үмбеттеріне куәлік болатындай. Сол кезде осы жағдай Раббыңның нұрымен махшар жері жарқ етуімен Алла Тағала Мұхаммед пайғамбарға көтер басыңды. Сұрай ғой, сенің сұрағаның беріледі. Болыс, сенің болысуың қабыл етіледі. Ең бірінші соттан өтетін Мұхаммед пайғамбардың үмбеті. Дүниеде күллі үмбеттердің соңында келсе де, оның үмбеті қиямет күні ең әуелгі есептен шығатын, есепті өтетіндер осылар. Мұхаммед пайғамбардың үмбеті. Өте керемет дәрежеде бұл үмбетке құрмет көрсетіледі. Сондықтан Мұхаммед пайғамбар онсыз өте алмайсың Аллаға. Оны мойындамайынша Алланы мойындағаның түкке де есептелмейді. Шарқ сүресінде «Уарафағна ләка зикрок», сенің еске алынуыңды, яғни есіміңді, атауыңды, мәртебеңді жоғары көтердік, о пайғамбар, сен азанда да қалмайсың. Қайсы бір жерде уағыз айтылса, Алладан кейін сен туралы айтылады. Құран айтылған жерде сүннетің айтылады. Мұхаммед пайғамбар сол сіздің нағыз рухани жетекшіңіз. Есіңізде болсын. Біз Мұхаммед пайғамбарды лайықты деңгейде танымадық. Қай тұрғыдан? Өйткені ол күллі нәрсені сөйлеп кеткен сіздің өміріңізге керекті. Қаншалықты сен сол нәрселерді пайдаланбадың, сен Мұхаммед пайғамбарды танымайсың деп саналады. Мойындау бір, бірақ бұл өмірде бізге бақыт керек қой, дұрыс па? Менің әрбір ісім дәлме-дәл болу керек. Туралық. Ол дәлме-дәл болуы мүмкін емес. Мен Мұхаммед пайғамбардың сол іске қатысты нәрсесін таппасам. Менің жүрегім олар дүниеге тынышталғандай болса, сіздің Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің тыныштығы. Тамақтың өзін бастаған кезіңізде бисмилля деп бастағанда қарапайым нәрселер. Бірақ бисмиллямен ғана тынышталамын. Мен бисмиллямен тынышталамын. Тамақ ішіп оңайын альхамдулиллямен тынышталамын деген нәрселер. Сондықтан ойлаңыз. Ешбір пайғамбар, қай пайғамбарды артық көрсең де, міне қараңыз. Ешбір пайғамбардың Алла Тағала Құранда өзі айтқандай, Яума изин Фурқан сүресінде ла танфағу шафағату илля мән әзина лахур рахману ва радия лаху қаула. Ол күні шапағат еш пайда бермейді,
Тек Алла кімге рұқсат етсе, және кімнің сөйлеуіне разы болса, жер бетіндегі патшалықтар аяқталды деп аталады. Бүгінше махшарда ва хошағатил асуату лир-рахман, махшарда ва пайғамбар күллі дауыстар рахманға сынады. Фәлә тәсмағу илля хамса, тек қана мына табанның орнынан битіп сыбыр еткен нәрсесін ғана болмаса, дауыс дегенді мүлде естімейсің. Сынды бәрі, Алла сынды. Ва бағанатил ужуху лил хаййил қойюм, мәңгі тірі күллі тіршілікті ұстап тұрған Аллаға күллі жүздер бағынды. Жоқ кешегі тәкаппарлықтар, жаңағы мысалы, немесе Раббымызды көрсек болар еді ғой. Лақад истакбару фи анфусихим ва атау утуан кабира, осы сөздер арқылы өздерінің нәпсілерінде қандай тәкаппарлық жасады пайғамбар. Өте қандай дәрежеде аттап кетті Алланың шекарасын әдепті. Енді періштелерді көретін күні оларға ешқандай қуаныш болмайды. Қашқысы келеді, қаша алмайды, бітті, өлмейді ешқайсы. Міне сондықтан пәрменін көріңіз. Раббымыз ұлылығын көрсету үшін айтып отыр. Ұлылығын, бұл ұлылығы қиямет күнгі мысалы. Жаңағы көрінуі дедік біз. Мүминдердің көруі деген нәрсені мақсарға жақындатамаймыз әлі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан әлі сираттан өту бар, әлі жәннатқа кіру бар. Мына хадиске назар аударыңыз. Қашан көру жүзеге асады? Иза дахала ахлул жәннати ал-жәнна. Сөйтіп жәннаттықтар жәннатқа кірген кездерінде. Жәннаттықтар жәннатқа кірген кездерінде яқулуллаху табарака ва тағала, берекелері сарқылмайтын ұлы Алла жәннаттықтарға былай дейді: туридуна шай'ан азидукум. Бір нәрсе тағы қалайсыңдар ма? Қара, жәннаттықтардың өзі қызметі қалау екен ғой. Тіпті Раббылары сұрайды екен: қалайсыңдар ма, тағы бір нәрсе қосайын ба дейді. Сонда жәннаттықтар Алладан ұялып: әлем тубайет уджухана, біздің жүздерімізді ағартпадың ба? Бізді жәннатқа кіргізбедің бе? Бізді тозақтан сақтамадың ба? Бұдан артық не сұраймыз? Фаяхшифу аль-хиджаба. Міне сол кезде Алла пердені ашады. Перденің өзі нұр. Нұрды ашады. Фаянзуруна иля раббихим. Сол кезде олар Раббыларына қарайды. Әлгі қиямет сүресіндегідей: уджуху яума изин надира иля раббиха назира. Бір жүзде Раббыларына қарайды, Алланың жамалынан жарқырайды. Фама уъту шай'ан ахабба илейхим минан назари иля раббихим азза ва джалла. Пайғамбарымыз сасым айтады: жәннаттықтарға сол жәннатта берілген нәрселерінің күллісінен ең сүйіктісі Раббыларының жамалына қарау ғана болады дейді. Міне бақыт деген не? Міне не үшін тыйыласың? Міне не үшін отбасындағы шекараларды ұстану керексің? Құқық міндеттерді неге сабыр ет дегеніне сабыр ету керексің? Жұмса десе жұмсау керексің, шыда десе шыдау керексің. Түнде намаз оқы десе түнде намаз оқу керек, ораза ұста десе ұстау керек. Не үшін? Осы бір сәт, оконцовка. Тіпті жәннатқа кіргеннің өзінде де ең оконцовкасы осы. Ең. Осы нәрсемен кездеспейінше бұл мұсылманның жүрегі тынышталмайды. Бұл нәрсеге дейін тыныштық табуыңызға болмайды.
Осы нәрсе жүрегіңізге қону керек бүгін. Раббыңды көру. Раббыңды көру үшін күллі жақсылықтарды істеуге болады. Күллі жамандықтардан тыйылуға болады, егер де шынымен де Алланы көру деген ниетің басым болса. Нәпсінің де саған еруден басқа амалы қалмайды. Өйткені ол Алла осылай, бүгін сенің жүрегіңді жеңбесе, мүмкін емес нәпсіні жеңу. Аллаға тынышталған жүрек болу керек, бұл жүрек. Біздің бәрімізден Алланың қалайтыны осы, шамамыз келгенше, және ол көмектеседі, егер де біздің ниетіміз рас болса, өзімізбен өзіміз арпалысатын жихадымыз рас болса. Міне кәпірлер осындай жағдайда қиналып тұрған кездерінде «Ваджиа яума изин би джаханнама». Ол бер жағы, я пайғамбар. Ол күні жаханнам әкелінеді. Қалай әкелінеді, о пайғамбар? 70 мың тізгіні болады. Ол тірі ма? Ол тірі. Ол көреді. Ол сөйлейді. Ол кәпірлерді сезеді. Жақыннан ба, алыстан ба? Фурқан сүресінде. وَإِذَا رَأَتْهُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Сөйтіп, тозақ өзіне түскелі тұрған кәпірлерді алыстан көрген кезде, анау жақтан, қазір мысалына бізге күн көрініп тұрса, сондай бір жерден әкеліне жатады. 70 мың тізгіні, әрбір тізгінді 70 мың періште ұстаған дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. 4 миллиард 900 миллион періште жаһаннам бой бермей келе жатыр. Оларды жаһаннам алыстан көрген кезінде осыған сену керекпіз біз. Әйтпесе өзгермейді ана жүрек. Өзгермейді. Тастамайды ол жүрек өзінің жамандықтарын. Бұл шипалы аяттар мүмкінге. Жаһаннам оларды алыстан көрген кезде самиғулаха, кәпірлер естиді. Лаха тағайюзан, өзафира оның ызаланған үнін. Кәпірлерге қарай заланып жатқан Аллаға деген ықыласы тозақтың. Кім бұл Раббымды мойындамаған тәкаппарлар қайда? Оның ақырған дауысын естиді кәпірлер. Жоқ деп еді ғой кеше. Күллі әлем осы жаққа кетіп бара жатыр. Алла тура жолмен сақтаған адамзатты айтпағанда. Күллі әлемге еліктеуден сақ болыңдар. Тозақтан басқа нәрсені бере алмауы мүмкін сіз еліктеп жүрген нәрселер. Оның сол жақта тартып әкелетқан кезінде мойын шығады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мойын, міне кімге үрейлі фильм ужасов керек болса, Алланың шын мәніндегі үрейлі баяндаған ақиқаттары, анау өтірік, неше түрлі вампир, неше түрлі мертвецы деген нәрсені не қыласың, шошып оянып одан кейін өтіріктерді. Міне шынайы үрей, адамның өмірін өзгертетін, жаныңа ләззат бере алатын, көзіңнен дұрыс көз жасын шығара алатын, және жүрегіңді соңында басып, сондай бір тыныштандыратын. Яума изи ятазаккарул инсану. О пайғамбар, осы дүниеде елшілердің ешбір ескертуіне еш жимаған адам сол күні еш жияды. Сол күні ақылға келеді. Мүлк сүресіндегідей.
Лау насмақ ау нақил. Шіркін-ай, дүниеде естігенімізде ғой, тыңдағанымызда ғой елшіні. Нақил деген сөзге қараңыз. Ақыл жұмсағанымызда ғой. Сонда адамзат ақылын ақыретке ешқашан жұмсамайды екен ғой. Ақыл толығымен тек дүние тіршілігіне беріліп отқан нәрсе. Дүние тіршілігі, мансап, тағы басқа мүдделер, интерестер. Міне. Сол күні адам ес жияды. Сосын Алла Тағала айтты: «Уә анна лаху зикра». Оның ес жиғанынан оған не пайда дейді ол күні. Оның сол күні ес жиғанынан, ақылға келгенінен не пайда? Сондықтан дүние тіршілігі бағана айтқандай, бұл уақытша өмір. Ал нағыз өмір, ол ақырет. Ақырет, нағыз өмір.